Қызыңызға мерекелік көйлекті осы видеоны көргеннен кейін өзіңіз де тігіп ала алатын боласыз. Сәлеметсіздер, мен сіздермен бірге шебер перизат каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін өзімнің 4 жасар қызыма бақшаға арналған мерекелік ақ көйлегін тігіп бердім. Соның сіздермен бірге видеосын, сабағын көрсеткім келіп тұр. Қалай тігілгені, қалай пішілгені, қанша мата кеткендігі. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер, сіздерге пайдалы болады деген сенімдемін. Ең алдымен матадан бастайтын болсақ, мен осындай сетка фатин матасын алдым. Бұның метрін 1000 теңгеден алдым. Базардан кәдімгідей 2 метр алған едім. Соның шамамен 1,5 метрі кетті. Ең алдымен осылай үстіңгі жағын пішіп аламыз. Бұл сол қызыма арналған бір лекалы дайындаған болатынмын. Сол лекалымен енді әртүрлі модельдеп көйлектерді тіге береміз. Ең бірінші мен астарын, яғни бұл өзі жұқа болғандықтан астары болады. Сол астарды пішіп алдым. Ал арт жағының ортасына тігісін қидық ызгипті. Ол жерде сырма болады. Сондықтан мен 1 сантиметр артығымен қиып алдым. Арқасына бұны ескересіздер міндетті түрде. Енді тігістеріне ешқандай да артық қалдырмаймыз. Себебі мен барлығын лекалыда дәл осылай пішіп алған болатынмын. Сөйтеміз де осы астар матасын қойып отырып, өзіміздің фатинімізді де сыртынан пішіп аламыз. Осылай қиып алғаннан кейін бұны міндетті түрде оң жағын бетіне қарата отырып көктеп тігіп алуымыз керек. Мінекей бұл жерде сырма болады. Артқы бөлігін қиып тастадым ортасын. Енді жеңін пішіп аламыз. Менде жеңі жаңағыдай пышный болып тұрғанын қалап тұрмын. Жеңінің ұш жағында, иық жағында. Сондықтан ол жерде сборкаға біз осындай артық арасын қиып негізгі лекаламызды ашып қоямыз. Сол кезде бізде қосымша сборкалар пайда болады. Тігісіне шет-шетінен 1 сантиметр қалдырдым. Тек астына ғана 4 сантиметр қалдырдым. Әдетте жеңіні пішетін кезде 4 сантиметр немесе одан да көп қалдыруға үйренгенмін. Себебі тіккен кезде әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Қысқарып қалуы да мүмкін. Сондықтан барынша егер матаңыз жетіп тұрса, астына мата қалдырған дұрыс. Егерде манжет бір нәрсе тігетін болсаңыз, сонда көп қалдырудың қажеті жоқ. Мен манжет жасамайтын болдым. Сондықтан 4 сантиметр маған әзірге жеткілікті. Енді етегін пішіп алатын боламыз. Етегін мен ұзына бойына піштім. Ол енді 2 қабаттап тұрған кезде 2 метр, бүктелген кезінде 1 метр. Яғни беледе сборкасы болу керек. Маған сборкасы көбірек болғанын ұнап тұр. Сондықтан ұзындығын барынша ұзын етіп алдым. Ал еніне келетін болсақ, ол 40 сантиметр. Яғни белдемшенің ұзындығы 40 сантиметр. Ал сборкаға жанына қарай 2 метр мата кетті менде. Ал астарына 140 сантиметр. Бүктелген күйде 70, ал ұзындығы 35 сантиметр. Яғни белдемше негізгі өзіміздің фатинімізге қарағанда менің моделім бойынша астары қысқа болады. Сондықтан оны 5 сантиметр қысқа алдым. Қыздар, енді қарап тұрсаңыздар, мынау біздің негізгі астар менен негізгі матамыздың екеуін көктеп алыңыздар. Өйткені осындай двойной қылып тіккен кезде көбінесе олар жылжып кетеді. Сондықтан көктеп алсаңыздар, тіккен кезде ешқандай жылжымайды. Ал енді белдігін тігіп аламыз. Ол үшін ұзындығы 68, ені 11 сантиметр болады. 2 жолақша қиып алуымыз керек. Сөйтіп осы 2 жолақшаны бөлек-бөлек ортасынан бүктеп, осындай тігіп аламыз шетінен. Сөйтіп оң жағын аударып, үтіктеп, белінде болады. Ол лифке жалғанатын болғандықтан бірден тігіске жалғап жүреміз. Ең бірінші біз тігетін кезде көйлектерді иығын қосып аламыз. Сол иығын қосып алғаннан кейін барып
екі жағын қосып алдым. Сол кезде негізгі тігіске қосып тігіп жердім. Беліндегі бауын және де тігіп, оверлоктап, бірден үтіктеп дайындап қойдым. Енді астына, яғни белдемшесіне кірсек те болады. Ол үшін артында бізде замок болады. Сол замокқа туралаймыз. Артқы сызықпенен негізгі матамызбен фатимен астарын, осындай сызықтарын қосып аламыз. Естеріңізде болса, менің астар матам біраз қысқалау, сондықтан орталарын, яғни матамызды төртке бөлемізді, төрт шетін теңді етіп бір-біріне қондырып аламыз. Мен жағдайымда инеменен барлығын біріктіріп, теңде төрт бөлікке бөліп қосып алдым. Өйткені сборка жасаған кезде бір бөлігінде көп, бір бөлігінде аз болып қалмауына қарауымыз керек. Енді осыны машинада ең үлкен қадамына қойып, яғни төртке қойып отырып, бір тігіс жүргізіп шығамыз. Сөйтемізді, сол тігісті бір жібін тартсаңыздар, үстіңгі немесе астыңғы. Осындай сборка пайда болады. Енді осыны сборканы жасай отырып, біз өзіміздің үстіңгі, яғни лифке туралаймыз. Яғни біздің сборкамыз белдемше мен асты мен үсті бір-біріне теңдей дәрежеде келгенше жинай береміз, жібін тартып отырып. Содан кейін барып, асты мен белдемшесін қосып тігіп аламыз. Мен қосып тігіп алдым. Енді менде жеңі және де жағасы қалды. Ол үшін жеңді тігіп алуымыз керек. Жеңіне астар тігілмейді, ол өзі тұрады, сондықтан тігісін жүргіземін. Және де мен айтқан болатынмын, екі жағына сборка болады деп. Сборканы жасау үшін ең дұрысы осындай машинканың ең үлкен қадамында кішкене тігіс жүргізіп алып, оны да солай жібін тартып отырып, осындай сборка жасап алсаңыздар, жеңді қондырған кезде өте жеңіл болады. Оны да міндетті түрде, егер де сіз бірінші рет тігіп жатсаңыз, қолмен көктеп алыңыз, және де қызыңызға қайта-қайта кигізіп, примерка жасап тұруды ұмытпаңыз. Ал егер былайша әртүрлі киімдер тігіп жүрген кісі болатын болсаңыз, қолыңыз үйреніп қалған болса, бұларды тігіп сізге ешқандай да қиындық туғызбайды. Бірден инемен көктеп алып, осылай сборкаларын теңестіріп, одан кейін тіге берсеңіз болады. Ал егер де бірінші рет немесе жаңадан бастап жатқан қыздар, оны міндетті түрде көктеп, кигізіп көріп, примерка жасап, артық жерлерін алып тастап, солай тігу керек. Енді дәл осылай екі жеңін тігіп алғаннан кейін жағасына көшеміз. Мен жағасына қазақша жаға сияқты, стойка воротник сияқты желбіректердің тұрғанын қалап тұрмын. Сондықтан ұзындығы 50, өзінің негізгі мойын ойындысынан артығырақ етіп қиып аламыз, және де ұзындығын өздеріңіз қалағандай аласыздар. Мен 3 см алдым, сөйтімді бір шетін оверлоктап алдым да, ал оверлоктамаған жағын иығыма қосып, осылай қондырып алдым. Тағы да айта кететін нәрсе, арт жағына бізде замок болады, сол замок 1,5 см ішке қайырылады. Сол жерге 1,5 см қалдырып, содан кейін барып жаңағы желбірегімізді қондырып тігеміз. Қондырып тігіп алғаннан кейін сырт жағынан 0,5 өте 0,1 мм осылай сыртынан тігіп алдым. Енді замогын қондырамыз. Замок менде потайной замок, яғни көрінбейтін сырма. Ұзындығын 50 см етіп алдым. Артығын қиып тастаймын. Замоктарды тігудің ала-қаласы жеке-жеке өздеріне видео сабақ түсіріп салатын боламыз, сондықтан каналға тіркеліп алыңыздар. Және де жаңа видеоларды жіберіп алмай үшін, немесе бірінші рет көру үшін қоңырауды басып қойсаңыздар болады. Енді замок тігіп болған екен, оның асты жағы ашық тұр, сол жерді тігіп аламыз. Сол кезде біздің арқа бөлігі толықтай бітеді. Енді жеңінің ұшына тоқталсақ та болады. Жеңін егер манжет тігетін болсаңыздар, ол кезде басқаша тігіледі. Мен резина тігетін боламын. Ол осындай жіп резина.
оны осылай катушкаға айналдырып аламыз да өзіңізге қалаған бойда қалдыра отырып тігіп аламыз. Бұл менің көйлегімнің моделіне кішкене болса да женственность, нәзіктік беретін болғандықтан осындай етіп алдым. Бұл бір жағы өте оңай түрі, жең тігудегі. Мінекей етегін ешқандай да обработка жасамаймын, ешқандай да қайырмаймын. Өйткені ол сетінеп кетпейді, тек астарын қайырдым. Осымен менің көйлегім дайын. Қызым өзіне ұнады, шапшақ болды. Сіздерге де егер видео ұнаған болса лайк басыңыздар, және де осындай көйлек тігіп алу керек болған достарыңызбен бөлісіңіздер, каналға тіркеліңіздер, сау болыңыздар.